Менің ойымша, бұл қызық көрінуі мүмкін. Адамның қателігі дөңгелекті ойлап тапқаннан кейін тоқтау керек еді. Тоқтаған жоқ. Сол қателігі. Дөңгелекті ойлап тапқаннан кейін дүние өзгерді. Қазір біздің жылдам дамып жатқан бүкіл дүниенің өзгеруіне себеп болған техниканың дамуы, ғылыми прогресс, соның барлық кезінде дөңгелекті ойлап тапқан кезде сол пайда болды. Түрткісі сол болды. Біздің адамзаттың қоғамы тұтынушы қоғамға айналып кетті. Ал оның санасы, ақылы о баста оған үлкен жаратушымен не үшін берілгені туралы біз ойланбайтын болдық. Біз дүние қуып кеттік, затқа табынып кеттік. Дөңгелек ойлап табылған кезде о баста сол заманда, сол дәуірде адам баласы өзінің өмірін жеңілдеткісі келді. Не үшін жеңілдеткісі келді? Не үшін? Жақсы өмір сүріп, тек қана сол ішіп жеп күліп ойнау үшін емес қой. Ол рухани дүниеге уақытын көбірек арнау үшін, материалдық игіліктерді игеруге энергиясы көп кетпей, керісінше соған құралды жабдықтар арқылы соны тез игеріп алып, қалған өмірін, уақытын, энергиясын рухани дүниеге арнау үшін о баста құралдарды ойлап тапты емес пе? Ал қазір адам баласы содан жаңылды.